Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Аяқ-қолдың мұздауы қандай дерттен дерек береді, білесіздер ме? Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Жазды күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, бұл белгілі бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ-қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса, жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз. Ал қолға қолғап киеміз, немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ-қолы мұздап жүретіндер қайтпек? Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолды ыстық суға салып, булау жасасаңыз жеткілікті. Ал жаздың күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгілі қандай да бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ-қолдың мұздауына мына жағдай себеп болады. Біріншісі, қимыл қозғалыстың аздығы. Әсіресе бір орында отырып жұмыс істеу аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені қозғалыстың аздығынан қанның айналымы дұрыс болмайды. Екіншісі, аяқтың үсуі. Егер өміріңізде бір рет аяғыңызды үсік шалған болса, оның қалпына келуі ұзақ уақытты талап етеді. Салдарынан аяғыңыз біраз уақыт мұздап жүреді. Үшіншісі, үнемі диета ұстау. Бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмайды. Төртіншісі, қан жоғалту. Бесіншісі, дәрі қабылдау. Анда-санда ауырып қалып дәрі ішу аяқ-қолдың мұздауына себеп болмайды. Байқасаңыздар, дәрісіз күні өтпейтін науқастар немесе қандай да бір дәріге іш жүргізу, ағзаны тазалау, ұйқы шақыру, жүктіліктен сақтану, тәуелділіктің салдарынан аяқ-қол мұздап бастайды. Тамақтану уақытының және ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Мәселен, ұйқының уақыты өзгерсе, тамақтану тәртібіне міндетті түрде нұқсан келеді. Айталық, таңғы ұйқыдан 10-да тұрсаңыз, таңғы ас пен түскі ас бірігіп кетеді де, түскі ас 5-ін уақытына ауысады. Ал кешкі асқа түннің бір уағында отырасыз. Міне, бұл өзгерістер ең алдымен асқазанның жұмысын бұзады. Және аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Шылым шегу. Жалпы жақсы қасиет емес. Десе де қызығушылықпен басталған әдет үйреншікті жағдайға ұласып, соңында тәуелділікке әкеледі. Күніне 1-2 тал темекіден келетін қауіп аз болар. Алайда бір күнде бір қорапты көрдім білдім демейтіндер үшін өте қауіпті. Аяқ-қолдың мұздауына мына аурулар да себеп болады. Олар қант диабеті. Бұл аурудан адамның ірі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ұйып, майда тамырлар жарылуға бейім келеді. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Қаназдық. Өздеріңіз білетіндей, гемоглобиннің төмендігі оттегінің тасымалдануын айтарлықтай нашарлатады. Бұл өз кезегінде метаболизм процестерінің қарқындылығын және жылу түзілуін төмендетеді. Осы себепті аяқ-қол мұздайды. Тығындалған эндоартрит. Бұл аурумен темекі шегетіндер ауырады. Дерт қан тамырлар мен күре тамырдың тарылуы арқылы көрініс береді. Оған қоса жүрген кезде аяқ ауырады. Нәтижесінде аяқ-қол мұздап, дерттің асқынғанын анықтайды. Артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады. Аяқ-қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді.
Қалқанша бездің жұмысының нашарлауы да аяқ-қолдың мұздауы арқылы көрініс береді. Оған қоса есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз. Қатты шаршайсыз. Тырнағыңыз сынады. Жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды. Ішек құртта аяқ-қолдың температурасына кері әсер етеді. Өйткені ішектегі ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ-қолдың мұздауына келеді. Міне, ардақты оқырман, егер ешқандай себепсіз аяқ-қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізді толық тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді. Ауруды анықтап, дер кезінде ем қабылдасаңыз, жазылмайтын дерттің жоқ екенін ұмытпаңыз.